Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 58-ші сабақта біз бөліндісінде нолы бар 3 таңбалы санға бөлудің алгоритмін үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмада есептеуді орындамай тұрып, бөліндінің мәніндегі цифрлардың санын анықта дейді. Есептемей тұрып дейді, балалар қараңдар, 52.965-ті 3-ке бөлеміз. Сол кезде бөлінді қанша сан болады деп ойлайсыңдар. Ол 52.965 5 сан. Егер де бұны 3-ке бөлсек, бұл жерде де 5 сан болады, енді бөліп көрейік, 52.965-ті 3-ке бөлгенде біз 5-тен бастап аламыз, 1-ден береміз, 1-ді 3-ке бөлсек 3, 2 қалады, 2-нің жанына 2-ні түсіреміз. Енді 7 береміз, 7-ні 3-ке бөлсек 21, сонда 1 қалады, оның қасына 9-ды түсіреміз. 9, 6-дан береміз, 18 болады, сонда 1 қалады, енді 6-ны түсіреміз. Оған 5-тен береміз, 15, 1 қалады, оған 5-ті түсіреміз, 15. Енді тағы да 5-тен береміз, сонда 15 болады, 0. Сонда шынымен де 5 таңбалы сан шықты. Енді екіншісін қарайық. 52.960-ты 32-ге бөлген кезде қанша сан шығады деп ойлайсыңдар. Бұл жерде де бұл 5 сан, бірақ та бөлінгіш бұл жерде 2 таңбалы ондық болып тұр, Сондықтан да бұл жерде біз 52-ні аламыз. Оны 1 сан деп алайық, 52-ні, Одан кейін 960. Бұда 3 сан. Яғни бұл жерде 4 сан болуы мүмкін, Енді бөліндіке қарайық, шынымен де 4 сан екен, 1655 шығады екен. Енді тағы да сонда 5 сан, 52.800-ді 323 санға бөлеміз. Яғни жүздікке бөлеміз. Сол кезде 528-ді аламыз ғой бірінші. Сонда артында 2 0 мен 3 сан болуы мүмкін, Енді бөліп қарайық. 52.800-ді 320-ға бөлсек 165, шынымен де 3 таңбалы сан шығады екен. Тура сол сияқты ана екеуінде қарайық, 142.765-ті 1 санға бөлсек, бұл жерде бізде 5 таңбалы сан шығады. Ал 142.750-ді тура осындай санды ондыққа бөлсек, бізде 4 таңбалы сан шығады. Ал тура осындай санды жүздікке бөлетін болсақ, бізде 3 таңбалы сан шығады екен. Екінші тапсырмада бізге бөлуді түсіндірген екен, оны өздерің қарап аласыңдар. Үшінші тапсырмаға қарайық. Есептеп дұрыстығын тексер дейді. 135.270-ті 45-ке бөлеміз. Біз 13-ті ала алмаймыз, өйткені жетпейді, 135-ті аламыз. 135-ті 45-ке бөлсек, шамамен 3-ті береміз, 3-ті 45-ке бөлсек 135 болады. Енді 135 0, бұл жерде ешқандай қалдық та сандаған жоқ. Енді 2-ні түсіреміз, жетпейді, 7-ні түсіреміз, жетпейді, 0-ді түсіреміз. Сол кезде біз 2-ні 7-нің орнына 0-0 сандарын жазамыз. Өйткені ол жерге біз сан жазғамыз жоқпыз, Сондықтан 2-0-ді түсіреміз. Одан кейін барып 270-ті 45-ке бөлу үшін біз шамамен 6-ны береміз. 6-ны 45-ке өтсек 270. Сонда бұл жерде 3006 шығады екен. Одан кейін 400. Енді осыны тексерейік. Қалай тексереміз? 3006-ны 45-ке көбейтеміз. 3006-ны 45-ке көбейтсек 135.270 болады. Одан кейін 436.270-ті 545-ке бөлеміз. Қараңдар, 439-ды ала алмаймыз, жетпейді, сондықтан 1000-дық қып аламыз, 4392 деп аламыз. Оған шамамен 8-ді берек, 8-ді 545-ке көбейтсек 4360 болады. 32 қалды, 32 жетпейді, 7-ні түсіреміз, 327 жетпейді, 0-ді түсіреміз. Сонда біз 7-ні түсірген кезде сан болмады ғой, сан қоймадық, сондықтан ол жерге 0-ді түсіреміз, сан жазбағаннан кейін. Енді 0-ді түсірген кезде 3270 болды. Ол бізге жетеді, бұл жерде біз шамамен 6-ны береміз. 6-ны 545-ке бөлсек, көбейтсек 3270 шығады екен. Тура осылай 454.227-ні 227-ге бөлген кезде 454-ті аламыз, 2 береміз, 454 болады, 0 болады. Енді 2-ні түсіреміз, сан жазбағандықтан 0 жазамыз. Тағы да 2-ні түсіреміз, жетпейді, тағы да 0 жазамыз. Одан кейін 7-ні түсіреміз, сонда 227, ол жетеді, оған 1-ді береміз. Сонда бұл жерде 2001 болады екен бөліндінің мәні. Қалған есептерді тура осылай жазып аламыз. 4-ші тапсырмада өрнектерді жаз және олардың мәнін тап деді. 29.376 мен 78 сандарының бөлінісін 16 есе арттыр дейді. Есе арттыр деген яғни көбейт деген сөз, Сонда жақшаның ішінде 29.376 қосу 72 дейміз да. Бөліндісі деп тұр ғой, бөлу 72 дейміз да. Көбейту 16 дейміз. Енді 29.376 72 бөлсек 408 шығады екен, оны 16-ға көбейтсек 6528 шығады. Ән нұсқасында 55.224 мен 78 сандарының бөліндісінен, жақшаның ішінде бөлеміз, алу
87.552 мен 114 сандарының бөлінісін азайт деп тұр. Тағы да бір жақшаның ішіне 87.552 бөлу 144 дейміз. Енді бірінші жақшада бізде 708 шығады, екінші жақшада 608 шығады. Бір-бірінен алсақ 100 шығады екен. Б нұсқасында 801.000 санынан 39.424 пен 56 сандарының бөлінісін кеміт деп тұр. Яғни 801.000 жазамыз, алу жақшаның ішіне 39.424 бөлу 56 дейміз, е? Сонда оны бөлсек 704 шығады екен. Сонда 801.000-нан 704 алсақ 800.296 шығады. Бесінші тапсырмада билеттердің құнына қарап өрнектер бойынша есеп құрастыр дейді. Қазақстан Республикасының ұлттық музейі Астана қаласындағы, бізге ересектердің билеті 700-ден, студенттердің билеті 500-ден, балалардың билеті 300-ден екен. Енді біз мынандай есеп құрастырайық. Мына жерде бізге өрнек беріліп тұр ғой, осы өрнекке қарай құрастыруымыз керекпіз, осы өрнекті шығару үшін. Мысалы, бүйтейік, 17 бала 300 теңгеден деп тұр, балалардың билеті 300 ғой. 17 бала 2 ұстазмен музейге кіруге барлығы қанша ақша жұмсайды дейік. Енді ол үшін 17 баланы 300 теңгеге көбейтеміз, қосу 2 ұстазды үлкен ересектердің билетінің бағасына көбейтеміз, 2-ні 700-ге көбейтеміз. Сол кезде 300-ді 17-ге көбейтсек бізде 5100 шығады, ал енді 700-ді 2-ге көбейтсек 1400 шығады, екен қосақ 6500 теңге шығады. Яғни жауабы барлық 6500 теңге жұмсалды. Енді екіншісін қарайық. Ұлттық музейге кіруге 23 студент және де 12 үлкен адам кассадан билет алуға қанша теңге жұмсады? Ол үшін 23 студентті 500 теңгеге көбейтеміз, және де 12 ересекті 300 теңгеге көбейтеміз. Сонда барлығы 15100 теңге жұмсайды екен. Енді үшінші есепте біз ұлттық музейге 18 студент және де 18 оқушы кірді. 18 студент оқушыларға қарағанда қанша теңге көп ақша жұмсады деп есеп құрастырсақ болады. Ол үшін 18 студенттің бағасы ақшасы қанша ақша жұмсағанын білеміз. Есептейміз 518-ге көбейтіп, және де 18 оқушының қанша ақша жұмсағанын қараймыз. Студенттер 9000 теңге жұмсады, ал оқушылар 5400 теңге жұмсады. Яғни 9000-нан 5400 теңгені алып тастасақ 3600 теңге болады. Сонда студенттер оқушыларға қарағанда 3600 теңге артық ақша жұмсады. 6-шы тапсырмада есепті шығар дейді. Музейдегі жәдігерлерді қалпына келтіруші мамандар 12 күн бойы 4 сағаттан жұмыс істеді. Жұмысты орындау үшін 73 сағат қажет. Әлі қанша сағат жұмыс істеу керек? Егер мамандар күнде тағы 1 сағаттан артық жұмыс істейтін болса, қалған жұмысты орындау үшін қанша күн қажет болады дейді. Қараңдар, 73 сағат қажет дейді. Енді 12 күн бойы 4 сағаттан жұмыс істеді дейді. Ол үшін біз 73 сағаттан аламыз 12-ні 4-ке көбейтіп, 12-ні 4-ке көбейтсек 48 сағат жұмыс жасапты, енді 73-тен алып тастасақ 25 сағат болады. 25 сағат істеу керек әлі, Енді бізге айтады, мамандар күнде тағы 1 сағаттан артық жұмыс істейтін болсақ, қалған жұмысты орындау үшін қанша күн қажет дейді. Қанша күн қажет екенін білу үшін біз 1 сағаттан артық деді, Енді олар күнде 4 сағаттан істеп жүрсе, енді оған тағы 1 сағат артық істейтін болса, 4-ті 1-ге көбейтеміз, сонда 4-ті 1-ге қосамыз, сонда 5 сағат болады. Енді 25 сағат қалды дедік қой, сол 25 сағатты 5-ке бөлсек 5 күн болады. Яғни бұл жұмысшыларға 5 күн қажет болады екен. 7-ші тапсырмада мәтінді оқы, оның ішінен есеп құрастыруға деректер таңдап ал, оны құрастырып шығар дейді. Алматы қаласынан 170 км жерде Тамғалы шатқалында ұзындығы 10 км, ені 3 км таста қашап салынған 5000 сурет петроглифтер бар. Оның 2000 суреті шамамен ұзындығы 500 метр, ені 250 метр аумақты алып жатыр дейді. Есеп құрастыр дейді, яғни тура осы мәліметті аламыз да, мынандай есеп құрастырамыз. 5000 сурет барлығы, соның 2000 суретінің ауданы табылғанда, енді 3000 суретінің ауданы жоқ. Яғни 3000 суреттің аумағы қанша километр десек болады. Ол үшін 5000 сурет берілген жазып алайық. 5000 суреттің аумағы 10 километр және 3 километр, ені 3 километр. Енді 2000 суреттің ұзындығы 500 метр, ені 250 метрді алып жатыр. Енді 3000 суреттің ауданын табайық. Ол үшін алдымен біз
барлық ұзындықты аламыз да, барлық аудан бізде А 10 километр, Б 3 километр, енді 10 километрді біз метрге айландырып алайық. Ол 10.000 метр көбейту 3.000 метр болады. Осыдан алып тастаймыз 2000 суреттің ауданын. 2000 суреттің ауданы қайсы болады? 500 метр көбейтілген 250 метр. 10.000-ды 3.000-ға көбейтетін болсақ, ол бізде 30 миллион болады. 30 миллионнан аламыз. 500-ді 250-ге көбейтек 125 мың болады. 125 мыңды алып тастаймыз. 30 миллионнан сонда 29 миллион 875 мың шығады метр. Ал енді квадратқа айландырсақ, ол 29 мың 875 километр квадрат болады. Сонда бұл есептің жауабы 3000 суреттің ауданы 29 мың 875 километр квадрат болады. Енді 8-ші тапсырмада А және Б нүктелеріне қарағанда қандай сурет бейнеленеді дейді. Бірінші фигура берілген, қараңдар, мынандай текшелерден фигура берілген екен. Енді А нүктесіне қарайық. А нүктесіне қарасақ, бізде баспалақтың бергі жағы көрінеді, және де мынандай жаны ғана көрінеді. Яғни бұл бізде екінші сурет болуы мүмкін. Екінші сурет болады. Ал енді Б нүктесінен қарайық. Б нүктесінен қарасақ, бізде ол да сол сияқты болып көрінгенімен, ол жерде бізде басқаша фигуралар істелінеді. Ол үшінші фигураға сәйкес келеді. Енді 9-ші тапсырмада есептердің шешуін өрнек түрінде жаз дейді. Музейге арнап N жиектеме әзірленді. Бұл әзірленуі тиіс жиектеменің 2-ден 1 бөлігі. Тағы қанша жиектеме әзірлеу керек дейді. Қараңдар, N жиектеме әзірленсе, ол 2-ден 1 бөлігі дейді. Яғни 2N алу N дейміз. Осылай болады бұл өрнек. Бұны шығарудан қажет жоқ, просто өрнек түрінде жазып шығамыз. Екінші қарайық. Пойыз N сағат бойы А километр сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер межеленген жерге дейінгі арақашықтық Б километр болса, оған қанша километр жүруі қажет дейді. Арақашықтық S, Б-ны аламыз, Б алу А көбейтілген N. А өзде жылдамдық, N бізде сағат. Осындай болады. Енді Б нұсқасын қарайық. Егер билет X теңге және экскурсия жетекшісінің қызметі Y теңге болса, 6 оқушы музей кассасына қанша теңге төлейді дейді. X қосу көбейту, X 6 оқушы ғой, өйткені 6 оқушыны көбейтеміз X теңгеге, қосу Y болады. Музей жетекшінің қызметі. Бұл осындай өрнек болады. Одан кейін автобус 40 км сағат жылдамдықпен Б сағат жүрді. Оған қажетті межеге дейін Д километр жүру керек. Автобус барлығы қандай арақашықтықты жүріп өтуі қажет дейді. Бұл жерде бізге жылдамдық берілген, сағат берілген, 40-ты сағатқа көбейтеміз. 40 көбейтілген Б, тағда оған Д-ны, Д километр. Яғни 40 көбейту Б қосу Д деп жазамыз. Енді 10-ші тапсырмаға қарайық. Тор көздердегі сандардың орналасу заңдылығын тап дейді. Қараңдар, 37 жанымен санайық, сонда 37, 34, одан кейін 37, одан кейін 40, 43, яғни 3 санға көбейіп отыр. Астындағысында қараңдар, 35, 35-ге 3 қоссақ 38, 38-ге 3 қоссақ 41, яғни бұл жерде 3 санға көбейіп отыр екен барлығы. Сондықтан астындағы 37, 40, 43 және ол 46 деген сан болады. Одан екінші қарайық, 61, 63, 66, 70. 61-ден 2-ге, 2-ден 3-ге, 3-ден 4-ге көбейіп отыр, Осындай заңдылық екен. Яғни мына жерде 67 болады. 67-ге 2-ні қосса 69, 69-ға 3-ті қосса 72, 72-ге 4-ті қосса 76. Яғни бұл 76 деген сан екен. Енді 11-ші тапсырмада бізге үй тапсырмасы берілген екен, есептеулер берілген екен. Осы есептеулерді шығарайық. 209-ды 905-ке көбейтеміз. Ал мен 5-ті көбейтеміз, 5-ті 9-ға көбейтсек 45, 5 түсіп 4 ойда. 5-ті 0-ға көбейтсек 0, 4 қайтадан түседі. 5-ті 2-ге көбейтсек 10, 1045 болды. Қосу, енді 0-ді көбейтпей қоямыз, барлық сан 0 шығатын білеміз. Енді 9-ға көбейтеміз. 9 9-ға көбейтсек 81. 1 9-дың астына жазылады. 1 9-ды 0-ға көбейтсек 0, сонда 8-дің өзі түседі. 9-ды 2-ге көбейтсек 18, 1881 шықты. Енді 1045-ке 1881-ді қоссақ 189.145 шығады. Тура осылай қалған есептерді шығарып аламыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.